Мен 30 күн достарыммен бірге таңғы 6-да жүгіріп, турник және брусья жасадым. Аз уақыт болса да нәтижелері өте керемет. Мен бүгінгі видеода таңғы жаттығу жайында 4 маңызды сұраққа жауап беремін. Біріншісі, қалай бастап кету керек? Әлемде миллиардтаған адамдар таңертең тұрып жасағысы келеді, бірақ бастай алмай жүр. Соны қалай бастау керек? Бірінші. Екіншіден, қаншама адам бастайды да 2 күннен кейін жел шығып, анау-мынау деп тастап кету керек. Яғни тастамау үшін не істеу керек? Және үшіншісінде 30 күндегі мендегі және достарымдағы нәтижелермен бөлісетін боламын. Және де төртіншісі, мен үшін ең қызығы осы физикалықтан басқа да ғажайып бір пайдалары болды да, сол жайында айтатын боламын. Кеттік. Сонымен таңғы жаттығуларды қалай бастап кетеміз? Шабыт пен мотивацияны қайдан аламыз деген сұраққа жауап беріп көрейін. Біріншіден, ол үшін тек қана денсаулық үшін деген ғана ұран жетіспейді екен. Ол үшін бірнеше детально анық нәрселер керек екен да. Как будто олсыз бір өмірің бір күңгірт болып кететіндей, немесе керісінше сол арқылы өмірің бір керемет болып кететіндей бір анық арман мақсаттар болу керек екен. Тони Роббинс айтқан сияқты, адамды қозғаушы күш pain and pleasure дейді. Яғни бір азаптан қашу, немесе бір ләззатқа, рахатқа ұмтылу дейді. Енді түсініктірек болу үшін мен өзімнің бір өмірімнен мысал келтіре кетейін. Маған әсер еткен 4 түрлі нәрсе бар да. Біріншісі, мен әуежайдағы мұнара бар ғой, вышка, соның ішінде 12 сағат бойы отырамыз. Яғни біздікі офистық жұмыс, бізге қимыл қозғалыс өте жетіспейді. Сол үшін, бірақ бұның жалғыз өзі жеткіліксіз екен. Екіншіден, ойлаңызшы, біз авиадиспетчер ретінде жыл сайын медициналық тексеруден өтеміз. Соңғысын осы наурыз айында өттім. Сол кезде маған ожирение деп тұрып жазып береді ғой. Масқара, мен май басып кеткен екенмін да. Маған өте ауыр тиді. Себебі мен мектепте болсын, универде болсын, бұрынғы жұмысым Астана су арнасында болсын, мен анда ортамдағы ең бір спортивныйлардың бірі болушы едім, а бұл жолы ожирение дейді. Өте ауыр кетті, бірақ бұның өзі жеткіліксіз болды мен бастап кетуіме. Үшінші себеп, жыл сайын жаздың соңында авиадиспетчерлер арасында болатын футболдан жарысқа деген жауапкершілікті сезінуім. Міне, осы мен орнынан қозғады, таңертең орнынан тұрғызды. Өткен жылғы алған 11-ші орыннан сәл де болса жақсарсақ екен деген ой, мақсат маған әсер етті. Және де төртіншісі, бұны нағыз футболисттер естісе күлетін шығар біздің. Мен осы футболдан тек қана Тараздың құрамасына емес, бүкіл Қазақстанның авиадиспетчерлер арасындағы футболистердің сборына, яғни құрамасына енгім келеді. Себебі ол жаққа енгендер әлемдік авиадиспетчерлерге қарсы футбол ойнау мүмкіндігі туады да. Ал ол жақта жеңсек, Марсқа барамыз деп қойып кетсең. Жалпы міне, осындай арман мақсаттар мені таңертең орнына тұрғызды. Алдыңғы екеуінен гөрі соңғы екеуі маған қаттырек әсер етті да. Міне, осылар үшін мен 30 күн бойы таңертең тұрып, жүгіріп, жаттығу жасап жатырмын. Ал сіздің мақсатыңыз не? Сол үшін сіз не істедіңіз? Жаман кеткен сияқты. Осыдан кейін біраз көрермендер кішкене ойланып қалған шығар. Енді осы сияқты менімен бірге жүгіріп жүрген Мадиярдың болсын, Мұхитты болсын, Қайраттың болсын, Есілтанның болсын, өзінің осындай бір себептері бар. Сіз де өзіңізге керектісін тауып алыңыз, және де бастап кетіңіз. Сонымен екінші сұраққа жауап беріп көрейін. Бастадың, жарайсың, бастадың. Бірақ 2 күннен кейін көп адамның жел шығып кетіп жатады да. Денем ауырды дейді, ұйқым қанбады дейді. Болмаса қуасың ба, қайдағы сборный, сен Тараздың өзіңде адам жетіспегеннен кейін жүрсің деген сияқты кер тартпа ойлар болады да. Бірақ осының бәрін жеңіп, қалай жалғастырып кету керек? Бұған маған көмектескен нәрселер мыналар. Біріншіден, мен миымды, яғни ми дене қарсыласады ғой, соған бір жеңілетіп көрсету керек та. Мысалы, мен миыма айттым: Еркебұлан, 2 айдан кейін жарыс бітеді. Содан кейін может демаласың деген сияқты. Денем уф деп қалды. Сосын айттым: 3 күн жүгіресің, 4-ші күн демаласың. Яғни түнгі сменге байланысты шыға алмаймын да. Сол кезде денем кәдімгі қарсыласуын қойып, жеңіл болып көрінді да. Сондықтан да бірінші өзіміздің миымызды сендіріп алсақ, ары қарай жеңіл болады. Екінші себеп, жалғастыру үшін бір орта керек екен да. Яғни сені қолдайтын, сенімен бірге жасайтын, жүгіретін сондай бір орта керек.
мысалға қайраттың біздің өзінің белгілі бір себептері бар, жүгіретін көптеген үлкен себептері бар. Тартл фестінің жеңімпазы атану, марафон жүгіру, ауырмау деген сияқты да. Бірақ мен звондамасам шықпайды ол жүгіруге. Сол сияқты мына жақта Ерсұлтанның да өзінің себептері бар, бірақ ол менің шапалағымнан қорыққаннан ол шығады десең. Сол сияқты егер сізге жалғыз қиын болса, бірге жасайтын орта табыңыз. Керек болса маған айтыңызшы, мен сізге таңғы 6-да звондап оятып тұрайын. Үшіншіден, сылтау емес, себеп іздеу керек. Мысалға мен күн сайын жүгіргенімізді Инстаграмға салып тұрам, сол кезде бір таныс қыз жазады да, менің 3 бала шағам бар, әйтпесе сендер сияқты жүгіргім келеді, жаттығым келеді деп айтады да. Мен айтам, 3 балам үшін шығамайым емес, 3 балам үшін мен мықты болуым керек, жүгіруім керек деп неге солай айтпайсың деймін. Сөйтсем, уже ертесінде таңғы жаттығуларды бастап кетті да. Бұл жерде ол менің сөзімнің бір кереметтігінде емес, просто өзі пісіп жетіліп тұр. Мен жай ғана кішкентай себепші ғана болдым да. Сол сияқты міне біз осы арқылы осы 30 күннің ішінде бір 10 шақты адамның әйтеуір бір рет болса да жаттығу жасауына себепкер болдық та. Сол да маған қосымша мотивация береді, қосымша шабыт береді, тастап кетпеуіме көмектеседі. Ал енді нәтижелерге көшетін болсақ, ойлаңызшы, 15 күннің өзінде менде нәтиже 2 есеге өсті ғой. Жүгіру, турник, Брусия бойынша 2 есе нәтиже кәдімгідей. Өзімше болып жыртылып Инстаграмға жаңағы салам. Одан кейін бірақ білмеймін, көз тиді ма, жоқ мақтаулардан кейін босаңсып қалдым ба. Одан кейінгі даму енді дәл ондай болып жүрмеді, бірақ тамаша болды да. Мен жанымда жүрген балалар да осы 30 күннің ішінде 30 жылда болмаған, өмірінде болмаған нәтижелерге жетіп жатыр да. Сонда таңғалам. Біз сонда қарапайым бір 30 күн бойы үзбей жасамайды екенбіз ғой сонда. Соншалықты біз еріншек, біз соншалықты ақымақпыз ба, сондаймыз да. Осында кез келген сфераға қолдансақ, 30 күн бойы 1-1,5 сағат соған арнасақ, сонда біз өмірімізде болмаған нәтижелерге жете алады екенбіз да. Ойлаңызшы, қызығы. Ал енді қазір нәтижелерді видеодан көретін боласыздар. Отаз, Мұхит. Так, бүгін жаттығының 30-шы күні. Ең бірінші күн неше жасап едіңіз? 8 жасаған. Жалпы бұл осы 30 күндікке дейінгі рекордыңыз қандай еді? Бір 15 жасаған кезім болған. Ал бүгін көрейік, ал қанша болады? Ал Мұхит, жарайсыз. Сонда қараңыз, 30 күнде 8-ден 19-ға жетті. Ал осы 30 күнде 35 жылда жетпеген нәтижесіне 19-ға жетеді. Дұрыс па, Мұхит? Дұрыс. Күнде шынықсаң шымыр боласың деген рас қой. Тоқтар, бастамай қойды. Жоқ, қолын есе ғой. Не, допинг қолдану болмайды. Ал, Қайрат, бүгін нешінші күн? 30-шы күн, е? 30-шы күн болды. Бірінші күн неше жасап едің? 20 болды. 20 жасаған. Ал жалпы өзің рекордың қанша еді? 20-24. 20-24. Ал бүгін неше болатын көрейін? Базар. Тартл фест қайдасың деп тұр ғой. Ал Мади, бүгін негізінде 30-шы күн еді. Бірақ Мади Астана деді, Шымкент деді. Жартысын өткізіп алды. Бір қызық, Астана мен Шымкентте турник Брусия жоқ екен. Тек қана гидрода істемесе болмайды. Басында неше еді, Мади? Бірінші күн 8 жасаған. Тоже 8 жасаған екен. Бүгін күн көрейік ал. Сол үшін нәтиже бар, бірақ тренировканы қалдырмаған дұрыс екен. Ал бүгін Сұлтанай, сенде нешінші күн? 8-ші күн. 8-ші күн. Сен осы уақытқа бірінші күні турник неше жасап едің? 10. 10 жасаған. Ал вообще өміріндегі рекордың мен білуімше 13, е? Ал бүгін қанша жасайтын көрейік енді.
Ай, жарайсың. Ең бірінші күні 8 жасағам. Негізі бұрын жасаушы ек, бірақ өкінішке орай болып қалдық қой соңғы кездері. Ал, көрейік ал. Мына бүгін қанша болады екен. Ал келесі нәтижелерге көшпес бұрын оңбай жасаған екі қателігімді айта кетейінші. Оның біріншісі кеш ұйықтау. Осы 30 күннің ішінде 12-1-ден ерте жатқан кездерім өте кемде-кем да. Соның кесірінен ертесінде ұйқы қысады. Енді оның шешу үшін дұрысы ерте ұйықтау керек. Ал оны жасай алмасаң, ертесінде ұйқы қысқан кезде 15 минут болса да ұйықтап алсаң жақсы болып қаласың. Ол да болмаса, кішкене сыртқа шығу керек, қимыл қозғалыс жаттығу жасасаң, тіпті болмаса бір қызықты бір іспен айналыссаң, ұйқың қашып кетеді екен. Ал енді екінші қателігіме келетін болсам, ол қалай болса солай тамақтану. Жаттығу жасап, салмақ тастайтын кезде ақыл кеңес сұрасаң, елдің бәрі айтады, тәтті жеме, нан жеме деп айтады ғой. Иә, оның бәрі дұрыс. Бірақ менде сондай правильное питание, ПП деп айту үшін үйдегі 5 әйел затынан қорықтым да, былайша айтқанда. Оның біріншісі мен екіншісі әжем мен анам. Олар үшін менің бетім әрдайым томпайып жүру керек, ал менің асқазаным деген шексіздік. Түнгі 3-те үйге келсем де тамақ жылдық бере береді. Ал үшінші мен төртінші менің әйелім мен қызым. Олар өздерінен қалған тамақтың бәрін маған бере береді. Және де мен олар үшін пылесос қызметін атқарамын. Холодильникте қалған бүлініп кетеді ау деген тамақтың бәрін мен жеп қоюым керекпін да. Яғни көп жей беруім керекпін. Және де бесіншісі мен қарындасым, оның жасаған рожкиін жемей көрші, келесіде вообще аш қаласың да. Яғни қарап тұрсаңыздар, менде ешқандай дұрыс тамақтану деген болмады. Мен нан да жедім, нанға майды да жақтым, оның үстіне вареньені де жағып жей беремін күн сайын. Және де өзіме күліп отырмын да, алдында жүгіру жайында ноутбуктан видео көріп отырмын да. Жүгіру жайында видео көріп отырып, бір қолымда пончик, бір қолымда кофе ғой. Яғни ешқандай шектеген жоқпын өзімді. Нәтижесінде осы 30 күн жаттығудың ішінде 2 килограмм тастаппын. Яғни оның өзі мен үшін жетістік. Себебі мен жүгірген сайын менің аппетитім одан сайын артып, мен бұрынғыдан да көп тамақ жеп жүрмін. Бірақ соның өзінде сәл де болса салмақ тастағаныма қуанып тұрмын. Бірінші күн неше жасадыңыз? 15-ті қиналып жасағам. Қиналып жасадыңыз? Жалпы осыған дейінгі рекордыңыз есіңізде бар ма? Есімде жоқ, баяғыда студент кезде жасайтын шығармын, осы жас кезде. Ал бүгін 30 күннен кейін не болатынын көрейік ал. Екі. 34. 34 болды. Есілтан, бүгін жаттығудың небәрі 8-ші күні. Басында неше жасаушы едің? 0. 0. Мына жер негізі өте темірлер жуан және кең. Бұл бала үшін ыңғайсыз, бірақ сонда да жасап көрсін ал, давай. Бұл жерде істей алмайды. Көмектесеміз. Бәр. Сынамаймыз, күлмейміз, мазақтамаймыз. Қолдаймыз, көмектесеміз. Жарайсың, жаман емес. Өзіне ыңғайлысы болса, бұдан да жақсы жасайды деп сенеміз. Бірінші күні неше жасадың? 20 рет. 20 рет. Ал бүгін жалпы рекордың қанша еді, білесің ба? Есіңде бар ма? Осыған дейінгі? Рекорд 30 жамасын. Ал бүгін 30 күн тренировкадан кейін қалай болған көрейік. Ал бүгін 30-шы күн болғанда жеттік. Жалпы бірінші күн келген кезде 15 жасағам. Өкпе деген, нәже деген ашық бетіп арғай жасатқызбаған. Бүгін көрейік қанша болатын.
40. Ал Мади 30 күннің 15 күнін той деп ар жақ не жақ деп қалдырып қойған. Сондай Қанша жасадым? 15 жасадым ба онда? тоже 15 жасаған. Екінші күні 3 жасадым, үшінші күні 0 жасадым. Сондай қызық қойған. Ал бүгін неше болады екен? Ал енді 4-ші бөлімге келетін болсақ, бізге мына жерде бір нәрсе жүр ғой. Ал енді 4-ші бөлімге келетін болсақ, бізде физикалық нәтижелер өте керемет. Бірақ маған ең ұнағаны осы физикалықтан бөлек қосымша пайдалары да. Оның біріншісі, мен осы 30 күннің ішінде бір ретте таңға ұйықтап қалған жоқпын. Ал исламда таңғы 2 ракат бүкіл әлем байлығынан артық екен да. Ал енді екіншісі, бір ғажайып та, бір шынымен таң қалып тұрмын. Әшейінде мен тұмауды үйде бірінші болып жұқтырып алатынмын ғой. Оны айтып күлетіндер де бар еді. Бұл жолы үйде әкемнен бастап кішкентай балама дейін ауырып шықты, бірақ мені Алла сақтап қалды. Ғажап. Үшіншісі, көптеген бір ойларды, сабақтардан алған нәрселерімді қорытып іс жүзінде қолдана бастадым да. Мысалы, айна принципі деген сияқты нәрселерді. Төртіншісі, осы уақыттың ішінде бірнеше кітапты оқып, қайталап үлгердім. Соның ішінде екінші болма кітабы бар да. Оны да ішін оқып, бірнеше инсайттарын жазып, іс жүзінде асыруға да тырысып көріп жатырмын. Бұйыртса, ол жайында бір бөлек видео шығатын шығар. Бесіншісі, қалай айтсам болады, Instagram историясына салып жүру арқылы бір 10 шақты адамның көтенайын көтеріп, жаттығу жасауына себепкер болдық та. Қандай керемет нәрсе, яғни біреудің өміріне жағымды әсер етуге тырысып жатырмыз. Мына жерде жанымызда жүрген балалар өмірінде 30 жылда болмаған өздерінің рекордтарын жасап жатыр да. Қазір осының бәрін қорытындылап, тағы да YouTube-қа видео салып жатырмыз. Тағы да 1-2 адамға болса да пайдасын тигізер деген үмітпен. Ал достар, сіздерге осы видеоны қолдап, каналға тіркеліп отқандарыңызға көп алғысымды білдіремін. Алғыс демекші, осы видеоны жасап атқан өзіме де алғысымды білдіремін. Жәнде серік болып, бір сөзімді жерге қалдырмай шыққан інім мен күйеу балама алғысымды білдіремін. 30 күн бойы бірге жүрген әріптесім Мұхит, кластастарым Қайрат пен Мадиярға алғысымды білдіремін. Және басқа қалаларда жан-жақта жүрсе де, міне бізде бастадық, бізде жасап жатырмыз деп өздерінің фидбактарымен бөлісіп жатқан таныстарға, таныс еместерге де рахметін білдіремін. Онымен бөлек алыста жүрсе де Айдар, Абзал, Мұхтар сияқты жігіттер Айронменге қатысып бізге шабыт сыйлап жүрген братандарға рахмет. Опа, ал біз таңертең келіп ең кішкентайын аяқсыз өтін болсақ, атамыз мынаған әшейін емін еркін ойнайды екен. Сол аяқта бар екен ол. Ал керек болса. Ата, нешедесіз? 72.